Зоб ауруынан қалай емделуге болады? Зобтың бір атауы жемсау. Зоб ауруы қалқанша безінің ұлғаюынан пайда болады. Қалқанша безі адамдарда кеңірсіктің алдыңғы қабатында орналасқан. Қалқанша безінің ұлғаюы мойынның жуандауына әкеледі. Зоб ауруына шалдыққан кезде қалқанша безінің қызметі бұзылып, қалқанша безінің гормондары не аз, не көп мөлшерде бөлінеді. Бұл ауру тек шығармашылық адамдарда ғана емес, барлық кәсіп иелерінде болады. Оның себебі тұқым қуалаушылық, инфекциялар, психикалық жарақаттар, ағзаның әлсіреуі, шаршау, депрессия, орталық жүйке жүйелерінің, жыныс бездерінің дұрыс қызмет істемеуінен болады. Адамдар күн тәртібіне бағынбай, түнде ұйықтамай, дер кезінде тамақтанбай шапқылап жүргендіктен болады. Оларға диффузды токсикалық зоб тән, Грейвс базедов сырқаты. Қалқанша безінің гиперфункциясы мен гипоплазиясы салдарынан пайда болған зоб. Есте сақтау қабілеті төмендеу, депрессияға, жүйке тозуы, терінің кеуіп, шаш түсуі, ағза температурасы төмендеу, ағзаға су жиналып, қабынудың салдарынан салмақ қосып немесе салмақ тастайды. Бет домаланып, өңі қашуы болады. Қазақстан иод жетіспейтін аймаққа жатады. 2000 жылдан бастап иод жетіспеушілігі аурулары көбейді. Тұрғындар тағам құрамындағы иодқа ерекше мән берген жөн. Иод жетіспеушілігі тахикардия, қол дірілдеуі, аз ғана диффуздық жемсау сынды ауруларға себеп болады. Күйгелектік пайда болу, жылау, бұлшық ет әлсіздеу болады. Асқынған жағдайда ағзадағы тұз бен су бұзылып, тамақ астындағы без ісініп, адамның көздері сыртқа шығып, беттері өзгеріп, тыныс алу қиындайды. Жүйке талшықтары қозғыштығы төмендеп, ми геометриясы өзгереді, жүректің минуттық соғуы кемейді. Миокард гипоксиясы қалыптасады. Ас қорыту кезінде қорытылуы бұзылады. Осыдан бастап қаназдық туады. Зоб ауруын емдеу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ережесі барлық жерде бірдей. Зобтың түрі көп. Соның ішіндегі көп тарағаны эндемиялық зоб. 3 сатысы бар. 1. Қалқанша безі көрінбейді, сипалағанға сезілмейді. 2. Қалқанша безі көрінбейді, бірақ сипалағанда сезіледі. 3. Қалқанша безі жұтынған кезде көрініп тұрады. Адам қанның құрамындағы иод мөлшері жыл мезгіліне байланысты азайып көбейіп отырады. Қыркүйек, қаңтар айларында қан құрамында иод мөлшері азайып, ақпанда көтеріледі. Күн ысыған кезде мамыр айларында иод жоғарылайды. Еркектерге қарағанда әйелдер 3-4 есе көптеп ауырады. Ағзадағы иодтың 90% тамақ арқылы толықтырылады. Күнделікті тағам құрамына мән берген зор. Иод балықтарда, теңіз өнімдерінде, балдырларында, балық майында әсіресе көп. Теңіз қырыққабатында, ламинарияда көп болады. Жемістерден, апельсин, лимон, банан, қауын, жүзім, ананас, құлпынай, алма, құрмада көп. Сүт, жұмыртқа, сары май, сиыр еті, бидай өнімдері өте иодқа бай. Жидектер, сарымсақ, шалқан, қызылша, картоп, кәді, сәбіз, қызанақ. Бірақ ет пен балықты қайта мұздатқанда оның ішіндегі иод жойылады. Ота жасар кезде соңғы асқынған жағдайда ғана жасаған дұрыс. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.